Сәлеметсіздер, құрметті оқушылар. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз презентацияларға арналған ақпарат және де жобаны құруды үйренеміз. Бүгінгі негізгі үйренетініміз презентацияға арналған ақпаратты іздеу, браузерлер құралдарын қолдану. Өздерің білетіндей, презентациялар көбінесе тыңдаушыға белгілі бір ақпаратты терең, ұтымды түрде жеткізу қажет болған жағдайда қолданылады. Ақпаратты жай ауызша жеткізгенге қарағанда слайд түрінде әсемдеп көрсеткен әлдеқайда түсінірек болатыны белгілі. Презентация латын тілінен аударғанда тапсырамын немесе ағылшын presentation ұсыну, таныстырылым, баяндама, жобаны, есеп беруді қорғау, жұмыстардың жоспарын көрсету және дайын ақпаратпен бөлісу үшін қолданылады. Презентацияға сурет, мәтін, дыбыс, видеоларды қажетіңізге қарай тақырыпқа сай бейімдеп қосуға болады. Презентацияны PowerPoint программасын көмегімен жасаймыз. PowerPoint бағдарламасын қосу үшін іске қосу батырмасын басып, барлық бағдарламалар үстінен PowerPoint-ты таңдаймыз. Міне өздерің көріп отқандай іске қосу, все программы, Microsoft Office және де арасынан қарап отырып PowerPoint 2010 бағдарламасы таңдаймыз. Біздің алдымызға PowerPoint бағдарламасының негізгі жұмыс үстелі ашылады. Сондай-ақ презентацияға сурет, басқа ақпаратты алу үшін Google Chrome браузерін ашып, іздеу жолағына мысалға табиғат сөзін енгіземіз. Табиғат сөзін енгізіп, Enter батырмасын басамыз. Бізге алдымызда табиғат туралы ақпарат, суреттер, видеолар шығады. Мысалға бірінші ссылкаға кірсек, оның ішінде табиғат туралы толық ақпарат аламыз. Википедияға кіру арқылы табиғат деген не, соның барлығын көреміз. Мысалға табиғат сөзін оң жақ батырмасын басып, копировать батырмасын басып, презентацияның ішінен вставить текстінің ставка бірден табиғат сөзі енеді. Түсін өзгерту, шрифтін өзгерту, алдыңғы сабақтарды өткендей өзгертіп әдемілейміз. Табиғат туралы ақпаратты белгілеп алып, шыққанның оң жақ батырмасын басып, копировать батырмасын басамыз. Және де ставка батырмасын презентациядан басып, ақпаратты енгіземіз. Оны пішімін барлығын өзгертіп, өзімізге келтіріп, әдемілеп қойып алуға болады бірден. Және де табиғат туралы сурет қарау үшін картинкаға кіреміз. Және де картинканың ішінен өзімізге ұнаған суретті таңдап, копировать батырмасын басып, өзіміздің жасап отқан презентациямызға кіріп, ставка батырмасын басамыз. Сол уақытта сурет келеді. Суретті орнына әсемдеп қойып, және де шрифтті барлығын өзгертуге болады. Презентациямыз сақтау үшін жоғары жақтағы диск батырмасын басып, презентациямыз сақтаймыз. Және де оқушылар кітаптардың 90-шы бетін ашатын болсаңдар, презентацияға арналған ақпарат, жоба құру тақырыбы бар. Сол тақырыбын ашып отырып, келесі тапсырмаларды орындаймыз. Бұл тақырыптың жобаның негізгі мақсаты презентацияға арналған ақпараттарды қолдану, презентацияларды құру, интернетте бет белгілерді жасау және қолдану. Жұмыстың барысы PowerPoint программасын іске қосу, тақырыпқа қатысты ақпарат жинақтау, Paint графикалық редакторды пайдаланып, қоршаған орта туралы сурет салу. Интернеттегі ақпараттарға бет белгілер орнату, презентацияға мәтіндер кірістіріп өңдеу. Ең бірінші тапсырма қоршаған орта туралы презентация жасау, презентацияға қатысты ақпараттарды интернеттен алып толықтыру. Келесі бетті ашатын болсақ, екінші тапсырма презентацияға қандай ақпаратты интернеттен алдың, ақпаратыңа қоршаған ортаны қорғау деген атаумен бет белгі қойып, презентацияға атау қойып, бумаға сақтау. Үшінші тапсырма интернетті пайдаланбай, бізді қоршаған орта туралы Paint графикалық редакторында сурет салу, салынған суретті презентацияға орналастырылып, оған байланысты 3-4 сөйлемнен тұратын мәтінді жаз. Қорытынды жасаған жұмыстарың өздеріңе ұнады ма? Қоршаған ортаны қорғау үлес қоса аласыңдар ма? Осы туралы ақпаратты жазып өтесіңдер. Бүгінгі сабақ аяқталды. Тамашалағандарына рахмет.